Түйсік деген жалпы подсознание деуге болады. Орысша айтқанда жалпы ішкі дауыс деп айтады, третий глаз дейді, үшінші көз деп айтады, интуиция дейді. Интуиция дегені кішкене жақынырақ келеді негізінде. Ал енді қазақшада бұны түп сана, бейсана өте көп дұрыс емес түсініктер бар. Шын мәнінде түп сана деген ол біздің ата бабамыздан келе жатқан сонау бұрынғы қаннан өтіп кетіп жатқан гендік деңгейдегі блоктардан туындайтын дүниелер. Былай айтқанда, Ал бейсана деген ол болашақтың беймәлім санасы. Былай айтқанда түп сана деп те, бейсана деп те айтуға болмайды. Түйсік деген осы сәтте, осы жердегі, осы дәл қазіргі күйіміз біздің. Дәл қазір біз нені сезініп тұрмыз? Алтыншы сезім деуге болады. Түйсік деген жалпы бір керемет мықты сезім негізінде. Сезімді сезіну деуге де болады. Бес сезім белгілі, алтыншы сезімді осы түйсік деп айтып